Всем привет! Менің бір күндік влогыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге бір күндік влог түсіретін боламын. Қазір енді мен сабаққа барайын деп жатырмын. Қазір сағат 7-ден кетті. Қазір шайымды ішіп, мектепке баратын боламын. Мектепте де видео түсіретін боламын. Сондықтан менен видео күтіңіздер. Қазір мен мектепке қарай шығып бара жатырмын. Сол куртка киіп алдым, себебі дала деген өте салқын болды. Қазір мектепке жеткеннен кейін сіздерге көрсетемін. Кстати, бізде бүгін 7 сабақ бар. Қазір мен темір жолдан өтіп бара жатырмын. Өте салқын екен, сондықтан мен капюшон ешкім жоқ класста. Ешкім жоқ. Қоңырау қазір бізде. Аржан. Тек қана қыздар. Келесі апта көркемдік болады ғой. Көкөніс сурет салады, біз жемістер сабаққа келеміз. Короче, қазір бізде 6-шы сабақ. Біз көркемдіктен тамақтар істеп жатырмыз. Бутерброд сияқты. Бізде әлі көркемдік. Тек қыздар. Қыздарға екінші күн. Короче, көркемдікте біз тамақ істеп береміз. Бутербродын жеп отырасың. Біз көркемдікте тамақ істеп әкелу керекпіз, бірақ мен әкелген жоқ. Вот мынаны Әйгерім жасап келді. Снаружи бутерброд жасады, потом Милана андай бірдеме сияқты. Солай біз ноутбуктен қарап жатырмық. Видео түсіріп жатыр. Қазір біз пранк жасаймыз. Ағайға өтірік ұйықтап қалған сияқты болып. Бұл қазір кәдімгі тиктокта оқуларында жүрген. Тамақ жеп отыр. Короче, камера қойып қойған. Камера қойып қойған жерге қазір типа бірдеме білмеймін, әйтеуір түсінген жоқпын. Бірдеме түсініп жатыр. Мен камера отырамын. Орысша түсірген атып. Вот, короче. Пранк закончилась. Біздің пранк бітті, короче. Ағайдың реакциясы жоқ. Короче, мен мынаны былай байлап алдым. Дала ыссы ғой деп ойлайтын шығар адамдар, иә? Ыссы, бірақ неге онда капюшон киіп алған деп. Дала деген салқын, аяз сияқты болып тұр, типа деген. Еще жел болып тұр. Негізі былай жүруге де болады, бірақ просто менің құлағым ауырады. Мана мектепке барған кезде құлағым жаман ауырды. Вот, как всегда влогымда осы темір жолда түсіретін болдым. Үйге келдім. Қазір енді Рамазан сабаққа баратын боламын. Вообще негізі осындай хрустимді көп аламыз. Сол ұнатым. Şimdi жалпы жақсы осындай палочкалар бар. Хрустяш. Қазір мен Рамазанды сабаққа барайын деп жатырмын. Сондықтан киініп алдым. Толстовкамды киіп алдым. Вот Рамазан дайындалып. Вот бүгінгі менің образым осындай. Образ дегенде осы толстовка, потом джинс. Вот, короче, мен Рамазанды сабаққа бара жатырмын. Сол үйге келгеннен кейін влогымды жалғастыратын боламын. Даланың желі басылғанын ба білмеймін. Рамазанды сабаққа бардым. Енді үйге қарай бара жатырмын. Үйге барғаннан кейін бірдеме шығармайды. Үйге барғаннан кейін влогымды аяқтауымда. Бүгін менің влогым өте андай сұрақ болды. Үйге келдім. Енді қазір менің жасайтын заттарым өте көп. Қазір сабақ оқу керекпін, тренировка жасау керекпін тағы. Және тағы басқа заттар бар. Сондықтан қазір соларды
істейтін боламын. Ең бірінші қазір мен сабақтан емес, тренировкадан бастадым. Мен әйтеуір тренировкамды жасап біттім, жаттығуым бітті, жасап біттім. Енді қазір сабақ оқу керек. Жаңағы видеоға келетін болсақ, жаңа тренировка жасағанымды түсірем ба деп едім, бірақ та оны түсіре алмадым. Себебі түсірдім ғой, бірақ та біртүрлі шығып қалған. Менің жаттығуым ыңғайсыз болып тұр, сондықтан қызық. Мен қазір, сабақ жазып жатырмын. Вот, математикадан осындай транспортеріне қолданып жатырмыз. Міне математика. И еще сіздерге обложкасын көрсетейін. Күшті ғой, прям осы инстаграмда сторисімді көрсеткен болатын. Деп басмырсыз бастайсың ғой. Қазір осыны ашып көрсетемін. Еще күшті, прям өзіме ұнайды. Вот, күшті да. Осындай линейка ішінде сызғыш 20 сантиметр, 15 сантиметрлік, және осындай өшіргіші ішінде күшті өшіреді. И еще осы ұштағышы, потом қарандашы, на циркульге қыстырып қойдым, потом циркуля, потом мынандай несі бар пластикалық, и потом транспортир, қазіргі бізде ең керек зат. Потом осы екі сызғыш. Вот. И вот осындай күшті, өте керек математикаға және де. Вот, сіздерге бірдеме көрсем ба, мына жерде не байқап тұрсыздар? Менің атым. Кітапта менің атым тұр, міне. Перизат, потом перизат. Мынаны бізге ұлдар деген 8 мартта берген болатын, әлі тұр үйде деген лучше подруге деп тұр. Та-дам! Сабағымды оқып біттім. Мен, сабағымды оқып біттім. Енді қазір не істерімді білмей тұрмын. Жаңағы 8 мартқа берген ұлдардың сыйлығын көрсетіп кеткен қалай кетті. Күнге осындай майда компьютер ұнайды, маған ұнайды. Кстати, достар, мен сіздерге мына микрофонымды көрсетуді ұмытып кетіппін. Бұны мен декабрьде алған болатынмын, туған күнімнен кейін. Туған күніме сыйлық алған жоқпын. Бұны мен бір әнші балапаннан жеңіп алған болатынмын. Қазір көрсетемін. Міне кәдімгі микрофон, күшті, маған ұнайды мына жерлерін. Достар, мен сіздерге духеларымды көрсетейін. Бұны тоже инстаграмда көрсеттім. Инстаграмда стористе бәрін көрсетем. Тіркеліңіздер мына жерде. И еще описаниеда да болады. Қазір мен енді Рамазанды сабақтан алып келетін боламын. Уже Рамазанды алып келетін уақытта болып қалды. Қазір сағат 5-те алып болу керек. Сондықтан қазір ертерек шығамын. И және де мен бүгінгі влогымды аяқтағым келіп тұр. Сіздерге осы влогым өте қызық болды. Ұнаса лайк басып, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және комментарий қалдыруды тоже ұмытпаңыздар. И еще колокольчикті басуды да ұмытпаңыздар, әрине барлығын ұмытпаңыздар. Блогерлерде қалай тіркеліп, қандай активность көрсетесіздер, маған да солай активность көрсетіп кетіңіздерші, өтінемін. Мен сіздерді жақсы көремін. Осымен менің влогым тамамдалды. Егер де тағы қызық болса, осыған көп просмотр жинайтын болсаңыздар, мен тағы да влог түсіретін боламын. Ал ендеше менің влогым бітті. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Просто грубо айтып, мен айту керек, сау болыңыздар.